Алла Тағала қасиетті Құранда адамдарды ойландыру үшін табиғаттың ерекше құбылыстарына сілтеме жасап, ақыл жүгіртуге шақырады. Сол себепті әртүрлі аяттарда ақыл иелері үшін ғибрат бар деп ескертеді. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Аятта күн мен түннің ауысуында ақыл иелері үшін белгілер бар делінеді. Бұл белгілер Алланы танып білуге көмектеседі. Күннің батып, таңның атуы біз үшін қалыпты жағдай. Көп жағдайда оның мәніне, сырына мән бермейміз. Ал құдіретті Алла Тағала бұл құбылысты ерекше сипаттап, Құранның 5 аятында ақыл иелерін ойлануға шақырады. Егер күн мен түннің ауысуын ғылыми тұрғыдан қарастыратын болсақ, тіршіліктің жалғасуы үшін ауадай қажет құбылыс екенін аңғарамыз. Биология мен ботаникада фотопериодизм деген құбылыс бар. Бұл құбылыс өсімдіктердің өсуі мен гүлденуіне һәм тірі ағзалардың қызметінде үлкен рөл атқарады. Өсімдіктер өздерінің жарық қабылдағыштық қасиетінің арқасында күн мен түннің созылуына қарай мезгілдік өзгерістерді бақылайды. Өсімдіктер күн қысқара бастағанда өсуін тоқтатады да келесі жылға ұрық өндіріп қысқы мерзімге дайындалады. Фотопериодизм эффектісін ауыл шаруашылығында жасанды жолмен қысын жазы өнім өсіретін фермершілер жақсы біледі. Күндіз өсімдіктерде фотосинтез құбылысы болады. Яғни көмір қышқыл газы мен судан құралатын органикалық заттар жинақталады. Ал түнде температураның төмендеуіне байланысты бұл құбылыс тоқтайды да өсімдіктер демалады. Егер бұл құбылыс үздіксіз жалғасса, өсімдіктер өліп қалуы мүмкін. Күн мен түннің ауысуындағы тағы бір маңызды құбылыс ол циркадты ырғақ. Бұл барлық тірі ағзалардың биохимиялық, физиологиялық қызметтерін реттейтін тәуліктік ішкі биологиялық кезең. Бұл тәуліктік кезеңдегі түрлі гормондардың бөлінуі мен тоқтауын қамтиды. Мысалы, түнде адамның денесі мелатонин гормонын бөліп, физикалық белсенділікті баяулатады да денені ұйқыға әзірлейді. Ұйқы кезінде жүрек соғысы баяулайды, ал қан қысымы төмендейді. Адам тынығады. Таңға жақын бұл гормон бөлінуін тоқтатады да адам оянады. Түнгі ұйқы адамның ағзасын қалпына келтіріп, иммунитетке қажетті қуат береді. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Күн мен түннің ауысуы тірі ағзалар үшін қаншалықты маңызды екенін түсіндік. Ал енді осы күн мен түннің ауысу құбылысы ғылыми тұрғыдан былай түсіндіріледі. Жер планетасы біріншіден күнді айналады, екіншіден өз осінің бойымен айналады. Жер планетасының күнге қараған беті күндіз болса, көлеңкелі беті түнді білдіреді. Жер өз осінің бойымен 24 сағатта толық айналым жасайды. Нәтижесінде күн мен түн ауысады. Сондай-ақ жер өз осінің бойымен 23 градусқа қисық айналады. Сол себепті оңтүстік және солтүстік полюстерде 6 ай қараңғы, 6 ай жарық кездер болады. Мұны полярлық түн немесе полярлық күн деп атайды. Күн бойымен қозғалу барысында полярлық күн мен түн ауысады. Күн жүйесін эллипстік сызық бойымен айналу барысында жыл мезгілдері өзгеріп отырады. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ
إنه خبير بما تفعلون. Осы аяттың мағынасына ғылыми тұрғыдан қарайтын болсақ, жердің шар тәрізді һәм өз-өзінің бойымен айналатынына сілтеме жасайды. Таулар аяттағыдай көзімізге қозғалыссыз болып көрінеді. Алайда жерге ғарыштан қарайтын болсақ, таулар жердің айналу жылдамдығына сәйкес сағатына 1670 км жылдамдықпен қозғалады. Яғни материктегі қазық іспетті таулар ғарыштан бұлт тәрізді қозғалғанын көреміз. Ал жердің жазықтығына келетін болсақ, мұны шар тәрізді пішіндерге де қатысты айтуға болады. Мысалы, беті теп-тегіс шар немесе беті кетір-бұдыр шар тәрізді. Алла адамзатқа қолайлы болуы үшін шар тәрізді жердің бетін жазық қылып берді. Осымен жерді жазық дейтін бауырларымыздың сеніміне нүкте қойылды. Өйткені жер жазық болғанда бұл құбылыстардың еш қайсысы мүмкін болмас еді. Сөз соңында, құрметті бауырлар, Құран мұғжизалары жобасының алғашқы бөлімі 2016 жылы 25 қыркүйекте жарияланды. Яғни, алдағы 25 қыркүйек күні бұл жобаға 2 жыл болады. Осыған орай, оқырман бауырларымызбен арадағы байланысты қуаттау мақсатында шағын сайыс ұйымдастырған болатынбыз. Сайыс жеңімпазы анықталды. Ақтау қаласының тумасы Ордабаев Нұрғиса Құрмашұлы бауырымызды құттықтаймыз. Баршаңызға Алла разы болсын.